Абайдың 3-ші қара сөзі. Осы әйтеуір адамдарға қарасам, бір-біріне қаскүнем. Әйтеуір бұлайнан үй ішілерінде бір-бірлерін жамандап, мынаның малының жартысы маған келсе екен, әйтеуір не болса да өздері үйлерінде ұрсып отыра береді. Сол малды әйтеуір іштеңкеге жаратпайды, несіне бағып жүр онда сол малдарды деп, әйтеуір не болса да бір-бірін өсектейді. Сонда бұл біздің қазақтың бір-біріне деген қаскүнемдігі еме? Әрине, көптеген адамдар бір-бірін онша жек көреді. Бір сөзбен айтқанда, олар бір-бірін жақтырмайды. Бір-бірінің жетістігін көре алмайды. Мысалы, біреу мақтау сөз естіп, солайнан қуанып жүрсе, іштей оған мазақтап, әйтеуір іштей жамандап, күліп отырамыз. Білем, біз бәрімізде сондай нәрсе бар. Бәрімізде қаскүнемдік дегендер бар. Бір-бірімізді көре алмаймыз. Бұл біздің мінезіміздегі ең жаман қасиет. Бұл қаскүнемдік бір-бірімізге жаман болу. Яғни, мысалы, мен қазір біреуге жамандық ойласам, ол да мағанда бір жамандық ойлап отырады. Сол сияқты, біз егерде осылайнан жамандық бір-бірімізге ойлай беретін болсақ, уже біздің барлық елде жамандық пайда болады. Барлық еліміз жамандықпен бір-бірімізге жамандық тарай беріп, осылайнан жаман болып кетеміз. Сонда бұл біздің қазақтың жаман екендігінің белгісі ме?